Кейде жалғыз шешім шығару көзқарасыңды өзгерту болып табылады. Өмірде әркім өзі сенетін шындықты ғана қабылдай алады. Әр адамның өмір философиясы, өмірге деген көзқарасы және айтар пікірі болады. Бірақ өмірге деген көзқарасымыз, мысалы, күнде бір ғана терезе қараумен бағаланатын болса, біз өмір сүріп жатқан өмірді толықтай тани алмас едік. Әрине, сүруде қиындап кететін еді. Кейде өмірді басқа көзқараспен қарауға тура келеді. Неге? Себебі өмір сүру сол заңдылықты талап етеді. Егер біздің өмірге деген көзқарасымыз өзгермейтін болса, яғни бір терезеден қарап отыратын болсақ, біз әрқашан бірдей нәрселерді көріп, бірдей баға беруге дағдыланып қалатын едік. Кезінде қол жеткізгім келген, бірақ өмірге деген көзқарасыма байланысты жете алмаған дүниелер болды. Мақсаттарымнан бас тартудың орнына өмірге, сынақтарға, адамдарға деген көзқарасымды, яғни тереземді өзгерттім. Мен көзқарасымды өзгерткен кезімде өзімді көбірек тани бастадым. Жаңа қабілеттерімнің барын білдім және өзімнің жақсы жаққа өзгеріп келе жатқанымды түсіндім. Мысалға, мен қол жеткізгім келетін нәрселерге жүгіруді қойдым. Керісінше, мен олардың маған келуіне мүмкіндік бердім. Менің түсінгенім, кейде жіберу керек дүниелерді қимастық басып жібергіміз келмей қалады. Бірақ өмірде қабылдауды да, жіберуді де үйрену керек екен. Жоғалтып алудан қорыққан кездерімде, одан да жақсысы мені күтіп тұрғандығын есіме алу арқылы өзімнің көзқарасымды өзгерттім. Мені тастап кеткісі келгеннің бәріне рұқсат бердім. Кейде бір ғана шешім, жағдай, не себеп адамның көзқарасын өзгертуді талап етеді екен. Артық осыны түсіндім. Ең үлкен жетістік сәтсіздіктерден сабақ алу. Менің қолымнан келмейді, жасай алмаймын, жетістікке жете алмаймын деп миыңды алдамшы дүниелермен улама. Өзіңе сенімсіз болған адамға өзгелердің сенім білдіруі екіталай. Өзіңе сенімің артқан күннен бастап, әрбір тілегеніңнің өзіңе бір қадам жақындай түскенін сезесің. Өзіңе сенімсіз күйде адамдардың әрбір сөзіне құлақ түре берсең, ешқашан өзіңнің мақсаттарыңа жете алмайсың. Бір өзі қайда барар дейсің, ары кетсе бір банкрот болады, опық жеп отырады сосын. Тағы басқа дейтін сені көре алмайтындарға өзіңнің кім екеніңді көрсететін уақыт келді. Өзіңе сенімің артқан кезде жоспарларының біртіндеп орындалып жатқандығын, сені көре алмайтындардың сені жеңе алмайтындығын түсінесің. Мүмкін емес дүние жоқ. Қиын іс бар, бірақ сен ол қиындықты да жеңе аласың. Қолымнан келеді, жасай аламын деген кезіңде денеңдегі сан мың жасушаларың сен үшін күресіп жатқандығын есіңе ал. Өзіңе сен, өзгелердің саған сенуі маңызды емес. Денсаулығың мықты болса, демек сен байсың. Көре аласың, ести аласың, тыныс ала аласың және денсаулығың мықты, яғни өмірдегі бай адамдардың қатарынанбыз. Қалғандары уақытпен реттеледі. Бұл байлықтың қадірін білуіміз керек. Бізге берілген қаншама нығметтер бар, ал біз оның ақысын өтей алар ма екенбіз? Шағымданудың орнына барға шүкір, жоққа қанағат етуіміз керек. Көре алатын көз, ести алатын құлақ және тыныс ала алғанымыз үшін есіңе салайын, Алланың берген шексіз нығметі ретінде тыныс алуды ауруханаларда ақшаға сатылып жатыр. Алып жатқан тынысымыз үшін жиі шүкір етуіміз керек. Берілген өмірдің қадіріне жете білуіміз керек. Өмір сүріп жатқанда Аллаға алғысымызды айтуды ұмытпауымыз керек, себебі қандай сынақ болмасын, Жаратушымыз біздің өмір сүруімізді қалайды. 78 жастағы қарт кісінің ұстамасы ұстап ауруханаға түседі. Жағдайын жақсарту үшін 24 сағат бойы оттегі беріліп, өзін әлдеқайда жақсы сезіне бастайды.
Жағдайының жақсарғанын көрген дәрігерлер оттегінің бағасы 2000 лира екенін айтқан кезде қарт кісі жылай бастайды. Қарт кісінің жылағанына ренжіген дәрігерлер: сізге жылаудың қажеті жоқ, бөліп төлеуге болады дейді. Сонда қарт кісі: мәселе ақшада емес, қолма-қол төлеймін. Мәселе мынада: сіз маған оттегіні небәрі 24 сағатқа бердіңіз және ол үшін 2000 лира сұрадыңыз. Маған 78 жыл бойы оттегіні берген жаратушымның қарызын қалай төлеймін, білмеймін дейді. Расымен де оңай емес. Қайталаңыз. Мендегі бар нәрсе үшін Аллаға сансыз тәубе, сансыз шүкірлер болсын.